Талапай ойынның мақсаты қазақтың ұлттық ойындар арқылы балаларды елікке, батырлыққа, еліне, жеріне сүюге тәрбиелеу, ата-бабамыздың ертеден келе жатқан салт дәстүрін дәріптеу, ойын арқылы балаларға тапқырлыққа, шыншылдыққа баулу. Балалар, қараңдаршы, менің қолымдағы не? Қоржын. Дұрыс айтасыздар балалар. Қоржынның ішінде бізде асық бар екен. Балалар, сіздер ұлттық ойынның қандай ойындарды білесіңдер? Бәйге, үш табан, Талапай. Бүгін Талапай ойын ойнаймыз. Ойынның шартын сендерге түсіндіре кетейін. Қызыл асық, хан асығы деп айтылады балалар. Осы хан асығы кім алады, сол ойынды бастайды балалар. Қазір мен сіздерге асықты ортаға шашамын. Сонда сіздер түсінесіңдер, иә? Талапай, хан асығы Алақай. Хан асығы кімге түсті? Абылай ханға түсті, жарайсың. Абылай хан, енді сен ойынды бастайсың. Сен қандай қазақ ұлттық ойындарын білесің? Жарайсың. Балалар, асықтарды санайықшы ендеше. Кімде көп асық екен? Жарайсың. Жанарыста 4 асық екен. Келесі. Қайсақта 4 асық екен. Жарайсың. Абылай хан, сенде қанша асық? Ой, жарайсың. Абылай ханда 5 асық. 3. Әлиханда 3 асық екен. Сенің асығың нешеу екен санай ғой? 3. Жарайсыңдар. Балалар, бізде енді жеңімпаз кім? Бізде жеңімпазы Абылай хан. Кәне, қол шапалақтайық.